Қайырлы күн достар, сіздермен бірге асқабақ қосылған хингалыш нанын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдыменен асқабақты тазартып, суға қайнатып аламыз. Електен өткізілген ұнға тұз және ас содасын қосып, құрғақ заттарды араластырып қоямыз. Үстіне айранды құйып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Кішкене қолға жабысатын қамыр иленеді бізде, бірақ осылай болу керек. Енді қамырымыздың бетін жауып, жарты сағатқа демалдырып қоямыз. Қамырымыз демалғанша біз салмасын дайындаймыз. Піскен асқабақты шанышқының көмегімен осылай өте оңай түрде езіп аламыз. Одан кейін үстіне тұз, қант және де бөлек ыдыста пиязды қуырып, тағы да осылай үстіне қосамыз. Енді осы массаны бір келгі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Бізде осындай қоймалжың масса шығады, салмамыз дайын. Үстеліміздің үстіне осылай көп мөлшерде ұн сеуіп, қамырымызды осындай ұзынша формаға келтіріп аламыз. Одан кейін ыңғайлы бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Жаңағы бөліктерді осылай дөңгелек пішінге келтіріп, жайғанға ыңғайлап аламыз. Оқтаудың көмегімен және ұн себе отырып, осылайша әр қамырымызды жұқа етіп жаямыз. Міне қамырымыз бізде осылай жұқа болып жайылды. Енді жаңағы дайындаған салмамызды қамырымыздың бір бөлігіне ғана әдемілеп жайып шығамыз. Және де екінші бөлігімен үстін жауып, чебуректің формасына келтіреміз. Қызып тұрған құрғақ табада нанымызды пісіріп аламыз. Пісіп шыққан нандарымызға осылай май жағамыз. Міне достар, осымен бізде шешен халқының ұлттық наны дайын болды. Үйде асқабақ болған кезде міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте тез жасалады, әрі өте тойымды және дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.